Болды. Қиын болды, менің өзім қорқып жатырмын деп ше. Жоқ, енді жақсы. Жақсы ма? Балдарым жақсы. Өзіңе ұнады ма? Ұнады. Мен мұғалім ретінде ұялып қалдым. Сізге ше? Ұнады. Бұл кісіге жалпы ұнады, біз кеше өзіміз жоспарлағандай шықты. Яғни біз өзіміздің ойлағанымыздай сұрақтар өте қызық және жауаптар өте қызық болды. Яғни біз тікелей эфир барысында даже күліп отырдық. Жасу қызымызға эфирді доказа көрсін дейміз, өткені мазақ та болды, қызық та болды. Жасуға сұрақтар бер, уже көрінер болады. Бірақ Жансұлу, мына сұрақтарды басқа ешкім білмеу керек. Жансұлу, сен қазір алғаш рет өзің жүргізуші ретінде өзіңді көресің, Иә. Қандай сезімде болып жатсың? Кішкене қобалжып тұрмын, но өзіме сендім. Иә. Кел. Сұрақтар дайындалды. Есіміңіз? Тоқтар. Жасыңыз? Тоқтар. 13-те. 13-те. Немен отырдыңыз десең? Көрсетіп сұрамадың. Камераға болма, камераға айтасың. Сәлемдесуде камераға айтасың. Ана оқитын сұрақтарды арасында былай қатты бүйтіп кіріп болып кетпе да. Бүйтіп көз жүгіріп. Сәлем достар, сіздермен бірге мазақтайым бағдарламасы және оның жүргізушісімен Жансұлу. Бүгін бізде қонақта Тоқтар. Қош келдің досым. Бағдарламамыздың шартымен таныстыра кетейін. Қош келдің досым. Тоқтар сөйлесін. Таңғы бағдарлама болды. Жүргізе берсін. Сіздермен бірге Бұлай ғой, қарай берсің өт. Сәлем достар, сіздермен бірге мазақтайым бағдарламасы және оның жүргізушісімен Жансұлу пәленше. Бүгін бізде қонақта менің досым Тоқтар. Қалайсыздар? Бағдарламада біздің бағдарламада. Дайынсыздар ма? Қолға шығасыңдар ма? Кеңдер. Сәлем. Сәлем достар, сіздермен бірге мазақтаймыз бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Азат Адас. Бізде бүгін қонақта Асылназ. Қош келдің Асылназ. Қош. Мықты. Қазір камерада қалай ойнайтындарыңызды көреміз. Достар, сіздермен бірге мазақтайым бағдарламасы және оның жүргізушісімен Азат Адас. Бізде қонақта Зейнхан досым. Қош келдің, сені көрмеген қалай барсың?